екеуі туыс-туысқандарын іздеп Қозыбақ ауылына барады. Ол ауылда Сәлмен дейтін байдың үйіне барып, біреуі қойын, біреуі жылқысын бағуға жұмысқа тұрады. Және де олар өздерін күн түн демей барлық малын бағып, жемісін де жемей жүреді. Сол сәттен бастап Сәлмен бай осы екі еңбекқор баланың арқасында ғана байлығы молая түседі. Ол екеуі күні түні аштықта жүреді. Себебі Сәлмен бай оларға мүлдем тамақ бермейді. Тек қана малын бақса, жылқысын бақса оған болды. Бір күні Тектіғұл